Кеш жарық, құрметті көрермендер, бүгінгі боямасыздың қонағы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, мәдениет саласының үздігі, жазушылар және журналистер одағының мүшесі Үміт Битенова. Үміт Құранқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік, айналайын. Бірден сұхбатқа көшсек, жалпы айына қанша рет сұхбат бересіз? Есептемеппін. Бірақ бір өздеріңіз сияқты жас журналистер бір сөзінде айтып қалғанда мен таң қалғаным бар. Үміт әпке, Үміт Құранқызы, сіз сұхбатқа, жалпы мына журналистерге сұранысқа ие адамсыз деп қалғаны бар. Сұранысқа ие адам дегенде термин бар екен ғой деп мен таң қалғаным бар. Бірақ шілей жиі емес шығар айына. Негізі сұхбат беруден шаршаған уақытыңыз болды ма? Олай деп айтпауым керек шығар. Мен негізі майлық сулығы бірдей адаммын. Сұранып жатса, мен егер бос болатын болсам, күн демей, түн демей, айтар ойым бар болатын болса, кез келген тақырыпта сөйлеп беруге бармын. Бірақ оны кейбір жандар ойлауы мүмкін. Көзге түсу, өзін-өзі жарнамалау деп. Мен олай емес, өзімді өзім мақтап алам. Мені олар қажет еткеннен кейін, мен оларға да жауап беруім керек, олардың да сұранысын қанағаттандыру керек деп ойлаймын. Сондықтан кез келген жерде, кез келген сұхбатқа дайынмын, егер мен оған өзім сол тақырыпты меңгеріп тұрсам. Үміт Құранқызы, жалпы ақынсыз, шабытты қайдан аласыз? Бала кезде, жас кезде дейікші, өздеріңіздей бойжеткен шақтарымызда күндіз түні шабыт болатын. Ойнап, күліп жүріп, студент болып, оқып жүріп те, қолыңда қаламың, сия сауытың, қағазың жүреді. Сөмкеңде бір қойын дәптерің жүреді. Бір ойы келсе жазып түртіп, немесе соны бітіргенше асығып. Ал қазір шабыттың соңынан өзім қуатындай жағдай жоқ. Шабыт деген нәрсе қазір маған романтикалық ұғымда ғана. Мен қазір жан жағымда айналамдағы кез келген жағдаяттан өлең туғыза беретін халге жеттім. Өйткені ол ситуациялар менің көңілімді тербейді. Содан соғыны жанды, жансыз, жақсы, жағымды, жағымсыз мағынада аузымнан өлең болып өріледі. Енді осы уақытқа дейін қанша өлең жаздыңыз? Олай деп санамаймын. Ертеректе кішкентай кезімізде 4 өлең шығардым, 10 өлең шығардым дейтіміз мектеп жасында. Оның бәрі өлең емес қой енді. Қазір де қаншалықты мықты шығармаларым бар жоғы, ол енді оқырмандарға ғана, келешекке ғана, келешектің еншісінде келешек оқырмандарға аян болатын шығар. Өйткені дәл қазір туындап жатқан шығармаларым баршылық, мейлі прозалық, мейлі поэзиялық шығармалардан санап көрген жоқпын. 4-5 жыр жинағым шықты. 20-21 баспа табақ дейміз ғой енді. Көлемді кітаптары болып, сосын 2-3 прозалық шығармаларым бар. Енді мен осылай санайым керек шығармаларымды. Рахмет. Енді Үміт Битенова дегенде халықтың есіне мама өлеңі түседі. Жалпы бұл ән қалай шықты? Бұл әннің авторы да, сөзін де, әуенін де өзіңіз жаздыңыз. Бұл әннің о бастағы тақырыбы, аты «Ардақты анам». Ардақты анам, аяулы мамам, суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеш мама деп келеді. Бұл менің студент кезінде шыққан өлең. Сөзі де, әні де бір мезетте шықты деймін, және мен сол кезде жол үстінде сапарда келе жатып, каникул кезінде ауылға, Шымкентте оқимын, Жамбылға, Үшаралға, Талас ауданындағы ауылыма оралып келе жатырмын дегенде Көктайғақта үлкен автобус Икаруста апатқа ұшырап, барлығымыз дін аманбыз, шүкір Аллаға, бір апа қайтыс болды, қалғанымыз дін аман. Содан кейін айға жуық, айдан астам ауруханада жатып қалғам. Жалғызілікті ауылдағы анама жете алмай қалғам. Сонда аурухананың қабырғасында, палатада түнде өксіп жылап жатып шыққан өлең. Қай жылы болған? Бұл 84 жыл. Ал бұл өлеңнің жұлдызы қашан? Жұлдызын жаққан Аманғали деуім керек шығар.
Бірақ бұған дейін де сол Аманғали менің осы әнімнің орындалып жүргенін өз аузымнан, мен гитарамен жас кезімде орындайтынмын сахналарда, жанды дауыста. Соны ол бала кішкентай кезінде тыңдаған ғой. Сөйтіп неше жылдан кейін өзі әзіл әлемінен өзі жұлдыз болып, Аманғалидың өзі хитке арналып тұрған кезде менен осы әнді орындайыншы дейді. Ай балам, сен бұл әнді білесің бе? Телефонмен бәрін ауызша айтып берді. Сөзін де, әнін де, әуенін де бұзбай рұқсатымды бердім, және жарыққа шығарды. Аманғалидың аузының дуасы болып тұр ғой сонда. 30 неше жылдан кейін жарыққа бұл өлең жарқ ете қалды. Тіпті жаңағы әскерге барған сарбаздарға шейін ата-аналарын сағынғанда осы әнді хормен айтатын көрінеді. Жұлдызын жаққан Аманғали. Алланың нұр жаусын ол балапанға. Ешқандай өкпеңіз жоқ, алдыңыздан өтті? Жоқ, бұны бір-екі танымал әншілер де сұраған кейінірек. Бірақ олар қаншалықты Аманғали сияқты жеткізер ме, жеткізбес пе? Аманғалиді кейбіреулер әнші деп санамайтындар бар. Ол тек қана әзілші ғой, әзіл қой деп. Бірақ соның даусының да бір дуасы болды ғой. Көрдіңіз бе? Қарапайым сол Аманғалидың ақ даусымен мынау әнім менің бүкіл ән әлеміне мәшһүр болып тарап кетті. Сондықтан рахмет айтқаннан басқа ешқандай артық сөзім жоқ. Алланың нұры жаусын. Рахмет. Енді сізге қазіргі таңда Талас жақын ба, әлде Тараз жақын ба? Менің тағы бір танымал әнім бар. Оны да Аманғали орындайды, немесе Ғаділбек Жанай орындайды әнші, немесе Үсіпхан Сейтімбетов деген кино және драма театр актері орындайды. Әттең еттең жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп беререм деп келетін өлең, қыздар туралы. Сол айтқан. Иә, оның бірінші шумағының авторы менің ұстазым Әмзе Қалмырзаев. Алдыңғы жылы о дүниелік болып кетті. Ұстазым рухы пейіште шалғысын. Қалған шумақтарын сол өлеңді әнге айналдыру үшін өзім жалғап шығарғам. Әні өзімдікі. Айтайын дегенім, осы өлеңімдегідей жүрегім жалғыз, әйтпесе бәріне бөліп беререм. Мен сондықтан Тараз немесе Талас деп бөлінгім келмейді. Жалпы отан адамда біреу-ақ. Әсіресе қазақта ұлы дала тек қана біреу-ақ. Маған да біреу. Рахмет. Енді сізден өлең ән сатып алатындар бар ма? Ондай болған емес. Рұқсат сұрайды. Жарайды, бағын ашсаң мақұл деп бірдегілі бергенім бар. Олар және бағын да ашты. Мысалы менің қайырмасы. Жанардан тамып тамшылар, сен мені іздемейсің бе, сағынбағандықтан шығар, сағынсаң бір келмейсің бе, деп аталатын, деп келетін әнімді алғашқы орындаушылардың бірі жақында марқұм болды. Менің айтыстағы досым Серік Қалиев ағамыз. Серік Мақұлбекұлы. Сол әдемі орындаушы домбырамен. Мен өзім де орындайтынмын гитарамен. Сол кісі Алматыда, Астанада, үлкен қалаларда менен гөрі көбірек жүрді ғой, сол жақта тұрды. Күндердің күнінде маған хабарласып, екі айтыскер қыз жүрсіннің жүйріктері деген хабарға съемка жүріп жатыр деп хабарласып, мынау әніңізді орындайтын ек, рұқсат беріңізші деді. Ойбай, орындаңдар дедім. Сөйтсем, бұны қайдан алдыңдар десем, Серік ағадан үйренгенбіз студент кезімізде дейді. Сөйтіп сол жаңағы Әсем Ереже қызы, екінші қыздың аты кім еді? Мәдішева. Екеуі жұп болып бір керемет орындап шықты. Одан кейін мысалы осы әнімді рұқсат сұрағанның біреуі Индира Елубаева, қызылордалық әнші қыз. Кейін жақында дейін былтырлары Роза Әлқожа, Еркін Нұржанов екеуі сахнаға алып шықты. Екеуі де бұл өлеңнің әннің ажарын ашты, бағын ашты. Сондықтан жоқ, мен арнайы композитор емеспін. Сосын ән жазайын деп жазбаймын, кейде ән жазып жатсыз ба деп жатады. Ән туылып жатады. Бірақ ол айттым ғой, жан-жағымдағы көңіл күйге байланысты, жан-жағымдағы ортама байланысты туылады. Сосын мынау әнді шығарып едім, сен айта қойшы деп мен әнші іздеп бармаймын. Қазір мені жүздеп деп айтайын енді. 100-ден астам әндерім жатыр. Көңілдің түкпірінде, жүректің түкпірінде. Жарық көрмегендері көп. Бір 5-6 ғана халықтың аузында жүр. Не себеп? Неге жарық көрмей жатыр? Мен енді өнерге де таза болайын дедім. Мен сазгерлердің, композиторлардың нанын тартып алғым келмейді. Және мен
қалай дейді, сауатты нота білетін өнер адамы, сазгер, композитор емеспін. Бізді әлі күнге дейін әуесқой сазгерлер, композиторлар дейді. Әніміз бізді танымал еткенімен де. Сондықтан мен өзімнің көңіл күйімнен лықсып шыққан әндерім бірде болмаса бірде жарыққа шығар. Енді мысалы көп балалы отбасыларда да, бұл менің өлеңдерім, әндерім, менің перзенттерім деп айтамын мен. Көп балалы отбасыларда да бір бала жарыққа шығады да, қалғандары қарапайым еңбек адам болады ғой. Бірақ бәрі де жаман емес, бір анадан, бір құрсақтан шыққанымен де. Сол сияқты қарапайым еңбек адамы сияқты қарапайым өлеңдерім, әндерім жеткілікті. Енді қазіргі таңда сізді халық көбінесе кім деп таниды? Ақын, сазгер, мүмкін биліктегі адам ретінде? Мен олай деп ойламаймын. Мені көбінесе іздейтін, әрине, билік өкілдеріне рахмет, ақылдасуға, кеңесуге, пікір алысуға, сосын сөзімді тыңдауға, олар жиын қойып отырады. Ал көбінесе мені іздейтін қарапайым халық. Адвокат ретінде дейміз бе, өзіне пана тұтып, соған қарағанда мені аузы батыр адам деп санайтын болу керек. Біреуі мүмкін ақын деп, біреуі бәлкім жазушы деп, біреуі бәлкім мен 20 жылдан астам мұғалім болғанмын, педагог деп танитын шығар. Кім қалай мені қаласа, мен солай болуға бармын. Ең соңында мен ең болмағанда оларға психолог бола аламын. 8 қыл бір сырылмы дейсіз ғой? Бәлкім. Жаңа 20 жылдай мұғалім болдым дедіңіз, қателеспесем 2003 жылы Талас ауданында мектеп-интернаттың директор қызметін атқардыңыз. Лицей мектебінің интернатының директоры қызметін. 2001-2003 жылдары. Сол кездегі білім саласы мен қазіргі білім саласын салыстыруға келе ме? Мен енді әлгі қарғаның көзін шықмайды деп жатамыз ғой. Мен қазіргі педагогтарды, қазіргі білім саласындағы өзімнің әріптестерімді көбінесе аяймын. Біздің кезімізде де эксперименттер жүріп жатты. Жаңа қазақ мектебінің моделі дегенді ойлап табыңдар деп жатты. Біз күнде өзіміз әр мұғалім сондай шығармашылықпен айналысып, жаңа Қазақстанның жаңа қазақ мектебінің моделі мынандай болса екен деп күнде өзіміз пікір таластырып, іс-шара ұйымдастырып, соның өзінше макетін жасап, соның өзінше жоспарын жобалап жүретінбіз. Біздің кезімізде де тәуелсіздік алғалы бері еліміздегі білім саласы экспериментте, біздің кезіміздің өзінде де біз мектеп полигонының сынақ алаңына айналған болатынбыз. Бірақ бізде кішкене идеология дұрыс етін, содан кейін қалыптасып қалған үрдіс болатын, мұғалімдерді сыйлай алатын, ата-аналар да, оқушылар да, және мұғалімдер өздерін тыңдата алатын. Қазір біз мұғалімдердің мәртебесін заң бойынша көтердік, ал бірақ іс жүзінде қаншалықты мәртебелі. Өйткені көп нәрсе оқушыға емес, шәкірттерге емес мектептегі, олардың үйдегі ата-аналарына байланысты болып тұр. Осы жөнінен мен өзімнің әріптестерімді аяймын, және ақыл кеңес керек етіп жатса, ақыл кеңесімді беруден аямаймын. Шын мәнінде мен жалпы білім министрлігінің құлағын алтын сырға, білім ғылым министрліктерінің құлағын алтын сырға, білім саласындағы болып жатқан, ай сайын, апта сайын болып жатқан жаңашылдыққа, тырнақшаның ішіндегі жаңашылдыққа мен өз басым, жеке басым қарсымын, риза емеспін. Өйткені сол жаңашылықтардың басы бар, аяғы жоқ, басы бар, аяғы жоқ. Көрдіңіз бе? Осының бәрінің ар жағында зардабын шекетін жарайды, мұғалімдер жарайды. Мұғалімдерді де қоя қойайық. Зардабы біздің жас ұрпаққа тиіп жатыр. Мінекей, сөйтеміз де, қазіргі бүгінгі жас ұрпақ сондай, білімді болса да тәрбиесі бар болғанмен білімі жоқ деген сияқты кереғар пікірлердің тууы заңды осы күні. Көп нәрсе жоғары жақтан болып тұр. Енді жаңа айтыңыз ғой, жоғары жақтан қателік деп, егер жаңағы білім министрі Ғани Бейсенбаевтың орнында болсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Білім саласында. Жалпы егер мен президент болсам деп баяғыда оқушыларымызды тәрбиеледік. Осы қаншалықты дұрыс емес. Сол сияқты мен біріншіден
білім ғылым министрі болмаймын. Екіншіден, енді керісінше, мен сол кісінің орнында болсам, әрқайсымыз орнына қойып көруімізге болатын шығар, мен еш нәрсені өзгертпес едім. Осы 30 жылдағы болған тырнақшаның ішіндегі реформалардың бәрін жөндеуге тырысар едім. Қателіктермен күресер едім. Жаңалық ашудан гөрі, жаңалық қосудан гөрі алдымен кетіп қалған қателіктерді жөндеуге тырысар едім. Енді жаңа айттыңыз ғой, аудандық мәслихат депутаты болдым дедіңіз бір жылдай уақыт. Сол уақыт аралығында қандай мәселені қозғап үлгердіңіз? Жалпы халықтың проблемасын шеше алдыңыз ба? Билікке жеткізе алдыңыз ба? Біз праймеризден бастап осы партияшылық іріктеу деген жаңалық пайда болды да, саясатта, сайлау науқанында. Осы праймеризге қоғамның белсенді өкілі ретінде менің қатысуым керек болды деймін. Менің ауданым, менің аймағым, облысым қажет деп тапты. Менен өтінді, осыған түсіп көріңіз деп. Содан сол праймеризден, партиялық іріктеуден, одан кейін ішінара сайлау науқаны болды ғой, дауыс беру науқаны 5 айдай жүрді, жарты жылдай жүрді, қаңтар айына дейін. Содан мен бірнеше әйел адамдарының ішінен ең бірінші орынды алдым. Ер азаматтардан кейінгі 4-ші орынды алып тұрдым. 63 адам түстік десек, егер аудандық мәслихатқа, соның алғашқыларының, алғашқы 5-тігінің, алғашқы 10-дығының. Ал облыс бойынша әйелдерден сайлауға жеңіп шыққан депутаттардың, кандидаттардың алғашқы 10-дығына кірдім. Тіпті мені сол кезде әлеуметтік желіде белсенді болғаным соншалықты, мені парламенттің депутаты екен, немесе облыстың мәслихат депутаты екен деп қалған оқырмандарым бар. Бірақ мен сол кезде қарапайым ғана өзімнің ауданымның мәслихатының депутаты болдым. Және атқарған істерім, өзімнің өз қолымен жеткізген жетістіктерім ұшан теңіз деп айта аламын, мақтан айта аламын. Басымды, еңсемді көтеріп тұрып айта аламын. Өйткені менде ол күнделікті бүгін не істеп не қойдым, бүгін неге қол жеткізе алмадым, немесе қол жеткіздім, күнде өзімді өзім тексеріп отыратымын, өзіме өзім есеп беріп отыратымын. Сосын көбінесе қарапайым халық. Қарапайым халықтың мұң-мұқтажы, олардың әлеуметтік жағдайы, менің партия мүшесі ретінде де, партиялық фракцияның аудандағы мүшесі, белді мүшесі ретінде, сосын мен енді әлеуметтік жағдай аудандағы, сол мәслихаттағы әлеуметтік жағдай, мәдени, көпшілік жұмыстар, білім саласы, аурухана, осы жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымы болдым. Осы жөнінде бірталай, 2 жылға жуық уақытта бірталай жұмыс атқардық. Бір ғана өзімнің ішімнен жүрегімді ауыртатын нәрсе, талай нәрсені, біз енді 13 депутат болдық, талай нәрсені өткізгің келеді, бірақ сен жалғыз боласың. Сенің көтерген мәселеңді қолдайтын бар, қолдамайтын бар. Билік жаққа ықпал етіп, биліктің ықпалына кетіп қалатын да әріптестерің болады депутаттардың. Сол кезде сенің дауысың жалғыз-ақ болып қалады, немесе 1-2 ғана болып қалады. Сөйтіп көпшілік дауыспен солар жеңіске жетіп жатқан бірдекілі менің қолым жетпей қалған жетістіктерім бар. Ішімнің ауыратыны сол, бірақ өзімнің қолымнан келетін нәрсені мүмкіндігінше жасауға тырыстым. Енді ол кезде жалпы биліктің ішкі асханасында біліп қалдыңыз ғой? Әрине. Биліктің ішкі асханасын мен, бізді кейде жаңағы депутаттарды халық қалаулыларын сайлау науқаны арқылы халық таңдап алса, біз сияқты ауызы батыр адамдарды деймін бе, зиялы қауым өкілдерін деймін бе, айтары бар қоғам белсенділерін қарапайым халықтың өзі өмір бақи таңдап алады екен де, сосын сізді төбесіне көтеріп жүреді екен. Мен 1 жыл, 2 жыл депутат болдым дегенді қазір қойдым. Өйткені мен бұрыннан халықтың қалаулысы екем. 25 жасында аудандық совет депутаты болғам. Ол кезде Талас аудандық советі. 5 жыл бұл жөнінде де мен биліктің кухнясын сол кезде де жалынды жас кезінде де білетінмін. Ол кездегі саясатпен, ол кездегі қоғам өмірімен қазіргі біздің егемендік алған уақыттағы
саяси қоғам өмірі екеуі жер мен көктей. Сондықтан мен кез келген жағдайдағы биліктің ішкі кухнясының мәселесін түсіне аламын. Сосын айтатын жерде айтамын. Ал енді кейде біреулер менде аузым батыр деп айта береді, бірақ онысынан түк шықпайды ғой. Мен айтатын жерде айтам, айтпайтын жерде үндемей қалам. Өйткені тура менің 100 рет ойбайлап айтқанымнан, аттандап, немесе әлеуметтік желіге жазғанымнан орындалмайтынын білем. Өйткені билік дәл қазір ол нәрсені орындауға дайын емес. Осындай жерлерде мен үндемей қалам, бірақ мен ол билікті қашанда қолдадым деген нәрсе емес. Өз пікірім өзімде. Жалпы шындықты айтып бөгінген кезіңіз болған жоқ па? Сәт жақтан, мүмкін билік жақтан бір неге айтасың, бір қысым болған жоқ па? Менің тіке өзіме қысым болған емес. Аллаға шүкір. Мен айтам, өзімнің өлеңімде былай деймін. От аузымен құшты тістеп теңгілер, меніменен санасады шенділер. Екетпейді айтқанымды обал не? Бізге қырын қарамаса болды дер, деймін де. Олар да мына Үміт Қараңғызымен сырттай сыйласайық, әдемі сыйласайық дейтін болу керек. Көп өздеріне жақындата бермейді. Билік өкілдері жақындата бермейді, алыстан сыйласады. Кез келген жерде, бірақ емен жарқынбыз. Оның жанарында не ойлап тұрғанын мен білем, менің жанарымда не тұрғанын ол білет, жақсы сыйласамыз. Бұл жағымпаздық емес. Бірақ мен дистанция дейміз ғой, ара қашықтық сақтаймын. Мен емес, мен оларға етене болуға тырысам, олар менен сәл сақтануға тырысатын сияқты болып тұрады. Әсіресе соңғы уақыттарда. Мен депутат болғалы бері көбірек осы нәрселерді байқадым. Сонысына қарамай, бізде қазір саяси қоғам өмірінде алға жылжушылық бар, ашықтық бар. Өйткені олар мені, мысалы, аймағымда, республикалық деңгейдегі қоғамдық кеңестің мүшелігіне сол кісілер тартты ғой. Мен қазір бірнеше аймақтық қоғамдық кеңестің мүшесімін, комиссиялардың мүшесімін, жалақы төленбейтін қоғам белсендісі ретінде. Өйткені баяғыда Қытайдың басшысы, коммунистік басшысы 100 адам парламентте сайланатын болса, соның 12 орнын оппозицияға сақтап қояды екен әлгі премьер-министрі. Сосын енді анау партияластар айтпай ма? Құдай-ау, 12 адамды бәрінде өзімізге етейік те, не қыламыз дауластырып десе, ана кісі айтады дейді. Жоқ, сендердің барлығың, менің партияластарым, сендер тек қана мені мақтаулары мүмкін, және сізге дұрыс деулерің мүмкін. Ал мен өзімнің қателігімді біліп отыруым үшін, ана 12 орын оппозицияның орны маған керек деген. Сол айтпақшы, біздің оны, бұл нәрсе, бұл мысал ғой, өмірде болған мысал. Бірақ мен айтар едім, біздің Аяз би ертегісінде, халық ауыз әдебиетіндегі ертегіде Аяз би бар емес пе? Өзінің жыртық ескі шапанын босағаға іліп қойып, төрде өзінің тағында отырып, көзіне, назарына, андасында назарын шапанға қарап есіне түсіріп қояды екен. Аяз би, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп. Сол айтпақшы, билік өкілдері мен сияқты шынымен де билікпен дейік, атқарушы орган қызметкерлерімен, мемлекеттік қызметшілермен дейік, қарапайым халық арасындағы нағыз көпірді, егер ақылдары болса, пайдалана білуі керек. Ол сосын алтын көпірге айналама, жоқ сынық көпірге айналама, ол енді менің проблемам, біздің проблемамыз. Енді өткенде мәслихат және мәжіліс депутаттарын сайлау өтті. Жалпы мәжіліске бармай қойық, осы мәслихатта әділетті сайлау болды деп санайсыз ба? Себебі бұл жолы сайлау ерекше болшы. Өйткені мажоритарлық жүйе енгізілді, өзін-өзі сайлау. Ерекшелік болды. Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы енгізді. Жақсы басталды. Мен бірақ қысқа, бірақ ауыз сөзбен айтсам, егер әділетті өтті дей алмаймын. Әділетті өткен жоқ. Ішінара лайықты адамдар өтті, қуана қош қолдап дауыс бердік. Ал енді ішінара деп қояйық, тырнақшаның ішінде. Өздері қалай өткендерін білетіндер, олар енді
қаншалықты қандай жолмен сайланғанын іштері біліп отыр. Иә, олар да керек шығар. Әділеттілікке жету үшін әділетсіздіктерді көруіміз керек шығар. Осы үшін мен мысалы осы сайлаудың кезінде көбінесе әлеуметтік желіде дейін үнсіз қалуды дұрыс деп таптым. Бұл сайлау науқаны, осы жолғы алғашқы сайлау науқаны өзінің ағысымен барса қаншалықты болады екен деп сырттай бақылап отырдым. Әрине үлес қостым, даусымды бердім, отбасымызбен дауыс бердік, саясатты, саяси науқанды қолдаймыз. Шын мәнінде бұрмалаушылықтар, көз жұмушылықтар болды, көзім жетіп те отыр. Бірақ соған қарамай мен соттасамын деп сайланбай қалған әріптестерді деп айтамын ба, өздерін халыққа көп дауыс жината алмай, мойындата алмай қалған, өкініп қалған кандидаттар болды ғой. Әлі күнге шейінде олар қылышын сермеп жүр, сөз қылыштарын сермеп жүр әлеуметтік желіде. Бірақ мен сондай бір-екі әріптес кандидаттарыма басу айта білдім. Өмір осымен таусылып қалмайды. Жығылған күреске тоймайды. Сен мықты болсаң келесі сайлауда түс деп басу айттым. Сондықтан бұйырған кетпейді, қуған жетпейді. Осылай қарауымыз керек шығар. Енді жаңа әділетті Қазақстанға жету үшін әділетсіздікті көруіміз керек дедіңіз ғой. Жалпы біз әділетті Қазақстанға жету үшін қанша жыл керек? Жалпы қазір жемқорлық туралы естуіңіз бар. Әрине, мен енді облыстық антикор сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің облыстық филиалының қасындағы ағартушылық штабының мүшесімін, белді мүшесімін. Біздің ол штабымызды Қасымхан Естемесұлы Төлендиев басқарады. Сондықтан мен антикордың да жұмыстарына етене араласпын. Олардың да ішкі кухняларын көріп біліп отырмын. Біз жемқорлыққа атам заманынан деп айтайыншы, бықып қалғанбыз. Қазақтың салт дәстүрін әлгі үлкен кісіге шапан шапқыт жабу, сый сияпат беру, құдағиларға, құдашаларға сый сияпат жасау, қоржын қосқалаң арқалап бару деген салт дәстүрімізбен жұмыстағы, билік басындағы жоғарғы қызмет өкіліне сый сияпат беруді, оны сый сияпат демейді, пара беруді екеуін шатастырып алған ұлтпыз. Біздегі проблема осы. Біз сол жаңа өз дәстүрімізбен жаңағы парақорлықтың ара-жігін ажырата алуымыз керек. Енді жаңа заңдылықтар шықты, бірақ қашанға созылатынына және қаншалықты созылатынына менің де көзім жетпейді. Пессимист болғым келмейді, бірақ нәрсе айтам. Әркім, ол еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін, әр қайсымыз үйден бастап, мама, папа, ата, анамыздан бастап өзімізге сын көзбен қарасақ, таза болсақ екен. Анау жерде жатқан ақшама, тапқан ешкі баққан ғой деп, анау 10 мың теңгені тауып алдым деп, соны алып кетпей, қойып кетсек екен. Әңгіме осыдан басталады. Ал ананы алғым кеп тұрма менің, демек менің ұрпағымда 7 атаға дейін ұрлықшы болып шығады. Ұрлықшы деген сөз, ол кім? Жемқорлық. Көрдіңіз бе? Өз қазынамызды, өзіміздің қаражатымызды өзіміз, өз бала шағамыздан жырып ұрлап жатырмыз. Ол қазіргі байшыкештер, байбатшалар осылай ойлау керек. Бір күнге қызығы үшін шетелдегі вилласы, шетелдегі активтері соларға қызық бекен, қаншалықты қызық. Мен ойлар едім, мына қарапайым өзінің туған туысқаныңнан бөліп, ана жаққа барып бассейнге суға түскен қызық па, қызық емес пе? Теңіз тамашалаған қаншалықты қызық. Жарайды, ақын болса бір сәрі, жазушы болса бір сәрі, оңашалықты, оқшаулықты қолдап, теңіздің шуылына шығармалар жазам дейтін. Мен жаңағы байбатшаларды, қазір біздің еліміздің олигархтарын деп жүрміз ғой, олигархтарын мен өнер адамы, шығармашылық адамы дей алмаймын. Олар тек қана өзінің қамын, жеке басының, олар ұрпағында ойлап отқан жоқ. Өйткені өздері кейін қылмысқа тартылмағанмен, оның ұрпағынан бұл кісінің жегені желкесінен шығады ғой. Ұрпағында ойлап отырған жоқ. Жеке басының қамы үшін өмір сүріп жатқан жемқорлар, алаяқтар. Енді оны қаншалықты антикор ұстап немесе жоғарғы соттап жатады, бірақ ең соңында төреші Құдай. Сондықтан бар кезінде батып ішіп көрейік қаншаға шейін жетеді.
жоқ кезінде көрер. Енді әлеуметтік желіде мынадай ақпарат бар ғой, жалпы Еуропаның бір елінде осы жемқорлықпен күресу үшін 50 жыл уақыт кетіріпті деп. 50 жылда жемқорлықты жеңген. Ал біз Бұл мысал анық, айқын дәлел. 50 жылда, тура 50 жылға олар жасалған бағдарлама бойынша жүрді. Содан кейін балық басынан шірейді, бірақ оны аяғынан тазалайды. Осы бізде қиын. Біздерде ұсталып жатқандардың көбісі шабақтар. Бұдан біз 20 жыл, 15 жыл бұрын айтатынбыз. Жемқорлықпен ұсталып жатқандар шабақтар. Бірақ балықтың ең үлкені акулалар, киттер ұсталмайды деп. Балық басынан шірейді. Мен мемлекет басына Қасым-Жомарт Кемелұлы келгенде қуанғаным сол. Ол кісінің әкесі шығармашылық адамы, жазушы. Біз бала кезімізден ол кісінің Сарқабанда болған оқиға атты кітаптарын, шығармаларын, түрлі түнгі дауыс деген мысалы деген сияқты кітаптарын басымызға жастана оқыған Кемел Тоқаевтың баласы билік басына келгенде біз ойламаған жаңалық болды. Және мен қуандым. Өйткені ол кісінің түбі ата тегі таза. Ол кісінің түбі ата тегі Кемел Тоқаевтың өзі қылмыспен өзінің детектив шығармаларында күресіп өткен адам. Қылмыспен күресудің жолын көрсетіп кеткен адам. Сондықтан президентіміздің қазіргі бағдарламасын әлі де бұрмалап, сөз бұйдаға салып созып жатқандар, олар кішкене өздерінің көкірек көздеріне үңілулері керек. Президенттің қасына ылғи адал, таза адамдар жиналса, біз жаңағыдай 50 жылға бағдарлама жасамайық, мүмкін бәлкім 5 жылда, бәлкім 15 жылда жаңағыдай нәтижеге, таза, адал, әділеттілік қоғам құрылатын нәтижеге жетуіміз мүмкін. Айналып келгенде бәрі өзімізге байланысты. Махатма Ганди айтады, дүниені өзгертуің үшін сен алдымен өзің өзгеруің керек деп. Ал мен айтар едім, адам өзгермейді. Мінезің, құлқың, сен анаңнан қайтып туылдың, өзгермейсің ғой шын мәнінде. Енді пешене деген бар шығар, бірақ біз ортаға бейімделуіміз керек. Бейімделу деген сөз, өзгеру деген сөз. Көрдіңіз бе? Заманың қалай болады, сен соған қарай бейімделуің керек. Тақырып қандай, сен сол тақырыпты меңгере білуің керек. Осы жөнінен барлығымыз осылай ойлай алсақ, әділетті қоғам құрылады. Мен соған сенем. Соны және бала шағам ғана емес, ұрпағым ғана емес, өзім де отбасыммен, жұбайыммен, жан жағыммен, ел жұртымен бірге көргім келеді. Тезірек көргім келеді, Құдай қаласа. Енді жаңа айттыңыз ғой, Тоқаев келгенде қуандым деп. Жалпы тұңғыш президенттің еңбегін қалай бағалар едіңіз? Тұңғыш президенттің, елбасымыздың еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Мен бұл туралы бұдан бірнеше жыл бұрын Егемен Қазақстан сияқты, Қазақстан дәуірі сияқты, республикалық, қазақ үні сияқты, республикалық көлемдегі мерзімді басылым беттерінде де жаздым. Еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Әрине, бағанағы сіздің сұрағыңыздай, Ардан ағыз, егер мен сол кісінің орнында болсам, 10 жыл, 15 жыл, анау қиын кездерде, алғашқы қиын шақтарда, тәуелсіздіктің әлі қаз-қаз тұра алмай, тай-тай жүре алмай жатқан шақтарында 10 жыл, 15 жыл басқарар едім де, ары кеткенде. Содан кейін барып тастар едім. Мен тастайтын едім. Өйткені мен жаңағы мектеп-лицей директорлығын өз еркіммен және ауданымның әкімін, облыс басшыларын, облыстық білім басқармасының соңынан қалмай жүріп, мені босатыңдар директорлықтан деп жүріп, өз еркіммен тастай алған адаммын. Ол неге? Негізі кресло жұмсақ, билік керемет. Менің көзім жеткені, сен басшы болған сайын сенің жұмысың оңайланады екен. Өйткені айтқаныңды ләппай деп орындап тұрған қарамағындағы адамдарға сен қабақ тиіп бітті, олар жіберіп қою мүмкін. Ол сөзде ұяты жоқ артына. Басшы болған сайын, жоғары жаққа көтерілген сайын, ол адамның төменге қарауы және көзқарасы өзгере бастайды. Мен содан өзімді сақтандырдым. Атқара алдым, босатпаймын деген Батырбек Әбдірәсілұлы Құлекеев ағамыз әлі күнге шейін өзі аңыз қылып айтады осы менің жұмысты тастағанымды, билікті, қолымдағы билікті, лауазымды қызметті, директорлықтан босатыңыз деп 3 ай соңынан жүгіргенімді. Сөйтіп жаңа өзінің бір-екі қызметте
лауазымды қызметіне сай емес болып қалған директорлар әкімге келіп жалым жалпайып не істейміз ойбай көке деп келген кездерінде сол кісілерге айтыпты Батырбек аға, әй сендер анау кішкентай қыз бала үміт құрлы болмадыңдар ғой, біреуің бір еркектік жасай алмадыңдар ғой, ал сендер жабысып ойбай мені мынау директорлықтан аман есен сақтап қал деп маған келіп тұрсыңдар деп ұрысыпты дейді. Сол айтқандай айналып келіп елбасының орнында болса мен сол кезде тастап кетер едім. Тәтті ауыздың дәмі кетпей тұрғанда тастап кеткенде өзінің бір орнына дұрыс адам қойылғанда мұнша былық болмайтын еді. Елбасыға деген сенімді елбасының өзі бұзды. Менің де ол кісіге арнаған өлеңдерім бар, бірақ бір керемет күйші ағамыз өмірде, атақты күйші ағамыз Шәміл Әбілтаев, сол кісіге арнаған елбасы туралы, Назарбаев туралы күйі бар екенде, сол Назарбаевтың осы тілектеріне өкпелеп, ол сол күйінің нотасын өртеп жойып жіберіпті. Менің жүрегім ауырды. Мен Нұраға деген өлеңім бар, әпәдемі, әжептәуір газеттерге жарияланған. Бірақ ол менің перзентім. Ол да бір тарих. Мен бұлай өзімді өзім мақтап алам. Жәңгір туралы Махамбеттің өлеңі бар ғой. Хан емессің, қасқырсың, қас албасты басқырсың, достарың келіп табалап дұшпаның сені басқырсын деп келетін. Біз бала кезімізде оқулықтан сол өлеңді оқып, Жәңгір хан деген оңбайтын адам екен дедік. Сөйтсек, Жәңгір хан деген өмірде екі адам болған екен, екі Жәңгір хан. Бірақ екеуінің де жақсы жақтары болған екен. Ұлт үшін еткен қызметтері болған екен. Бірақ аузы дуалы Махамбеттің ол туралы мақтап жазған өлеңі емес, мына ұрысқан өлеңін, өкпелеген өлеңін біздің сол кездегі кеңестік саясат бізді керісінше тәрбиелеуге, хандық кезеңге, өзіміздің ұлтымызға теріс қарауға тәрбиелеуге осылай қолданған екен. Сол айтпақшы, барлығына уақыт төлеші. Енді 30 жылда Жамбыл облысы қалай өзгерді? Қалай өзгерді? Жамбыл облысы. Неше түрлі әкім келді? Мен өзім студент кезінде ауылда өскен баламын. Студент кезінде Шымкентте оқыдым. Шымкент сондай керемет көркем қала болатын, үлкен қала болатын. Бірақ менің ойымша оның базары көп, және біз ылғи ісіміз түсіп жаңағы азық-түлік алуға студенттеріміз базарға барамыз, тазалығы аздау көрініп жататын. Сол кездерде мен ауылға Шымкенттен каникулға дейін демалысқа келер кезде Жамбыл, бұрынғы Жамбыл арқылы өтем ғой. Соны автовокзал дейміз бе, автобекет арқылы өтеміз, автобусқа міну үшін. Сонда маған осы Тараз, Жамбыл қаласы сондай жасыл және тап-таза, арықтарында тротуарлардың бойымен су ағып жататын, сарқырып жататын жасыл қала, таза көрінетін. Сол деңгейден ешқандай өзгерген жоқ. Мен Жамбылымды, Таразымды, Тараз қаласын, қазіргі Тараз қаласын мен осы тазалығы үшін және сабырлы, салқын қанды, тыныш өмір сыйлай алатын ерекшелік үшін сүйем. Және 30 жылда бұл Тараз кеңейді. Демографиясымен де, халық санымен де өсті. Әдемі зәулім ғимараттарымен де өсті. Дамыды, өркендеді. Оны жоққа шығара алмаймыз. Ептеп болса да, баяулап болса да, өркендеп келе жатыр. Ал қай кезде кімдер келіп, кімдер кеткен жоқ. Бір әкім келіп, жақсы нәрсе істейін деп келеді, бірақ бір жыл, екі жылдан кейін кетіп қалады. Енді бір әкім 3-4 жыл, ең ұзақ отырғанда 3-4 жыл отырады, түк бітірмейді. Оған өйткені ол кездерде қаражат тапшы болады, жолын таба алмай жатады. Сондықтан мен оларға да тарих таразы келген басшыларға. Мен қай әкім келсе де, бізді зиялы қауым ретінде кездесуге шақырып, ақыл кеңестерін сұрап, біздің ой пікірлерімізді тыңдап жатқанда, мүмкіндігінше олармен бірге жұмыс істесуге тырыстым. Сондықтан анау әкім мықты еді, мынау әкім онша емес деп баға бере салады кейбіреулер. Ал мен олардың іскерлігін, ішкі дүниесін, қайсының қаншалықты ішкерлігін білем. Көбінесе біздің қарапайым халық дәл қазір әлі де бар. Депутаттыққа да қалтасы қалыңдар түсу керек. Өйткені ол кез келген жерде анау қарапайым халық сенен кабинетіне барып, халық қалаулысының кабинетіне барып, қоғамдық қабылдауына барып, менің ақшам жоқ, ашпын, жалаңашпын десе, қалтасынан суырып ақша бере салады. Менің әріптестерім болды сондай. Олар қалтасы қалың депутаттар еді.
әкімдікте де ойбай оның өзінің жеке бизнесі, өзінің ар жағында артында таудай қаражаты болмаса басқара алмайды деген пиғыл бар. Бізді құртып жатқан осы нәрсе. Енді жалаңаш демей қояйын, бірақ біліммен қаруланған, руханиятпен, идеологиямен мықты қаруланған бай адам басшы болатын болса, оның қалтасы тесік болса да, ол халқы үшін көп нәрсе жасайды. Таразды сондай әкімдер басқарса, жаман болмайды. Қазіргі әкімге көңіліңіз толы ма? Облыс әкіміне? Қазіргі әкімге ең біріншіден мен ол кісінің көп балалы екенін естігенімде, бір сұхбатқа берген жауабынан оқып қалдым. Мен қуандым. Шеттей бала шағасы бар адам қарапайым халыққа, өзінің қарамағындағы қызметшілеріне болсын, еліне ешқандай әділетсіздік жасамайды, қиянат жасамайды. Өз пікірім, қазіргі әкімге көңілім толады. Нұржан Молдиярұлы қолынан келгенінше жасап жатыр, жасауға тырысып жатыр. Рухани бай адам екеніне көзім жетеді. Енді соған тек мүмкіндік беруіміз керек. Келгеніне 1 жыл болды. Келе салып, не істедің, не қойды дейтіндер бар. Келе салып, ол сиқыршы емес. Бірақ, уақыт керек. Кешегі аквапарктың өзі керемет нәрсе ғой. Енді соның жолын табу, оның қаражатының көзін табу, сырттан инвесторлар табу үлкен шаруа. Оған және қосу керек күнделікті оның аудандарды аралайтын. Уақыт жетпейді. Мен қазіргі облыс әкіміне Құдай денсаулық берсін деймін, және уақыт берсін. Біздің Жамбылды, әулиетамызды өркендетуге президентімізден бастап, үкімет басшыларынан бастап сәл мүмкіндік берсін. Ол кісінің атқаратын жұмыстары әлі алда деп ойлаймын. Енді Мұтқыран қыз, жалпы қазіргі таңда Тараз 2 бөлінеді деп жатыр. Оның атауында ойластырып жатыр. Әлі нақты атау берілген жоқ. Сіз қандай атау берер едіңіз? Тараз қаласы 2-ге бөлінеді дегенді мен байқаймын, қарапайым халықтың көбісі түсінбейді. Бұл керемет нәрсе. Бұл халықтың, қала халқының саны, тұрғындарының саны көбейді деген сөз. Ол деген сөз 2-ге бөлінсе, Тараз қаласында бұрын жеке бір ғана әкімшілік аумақ болатын болса, енді оның ішінде 2 аумақ болады әкімшілік. Ол жерде бірнеше жұмыс күші ашылады. Сосын әркім өзінің тұрғылықты жерінен сол ауданына барып, облыс әкіміне жете алмай жүрген, қолы жете алмай жүргендер өзінің ауданының әкіміне барып, талаптарын айта алады, көп мәселесін шеше алатын болады. Осы жағынан мен оң көзбен қос қолымды көтере қуана күтіп отырмын. Әлеуметтік желіден мерзімді баспасөз беттерінен оқып қалдым. Бірнеше ұсыныстар болған. Соның ішінде мысалы Алатау және Қаратау деп бөлінеді деген сияқты ұсыныстар бар екен. Мен Алатау да Қаратау да деп бөлінбесе деймін. Өйткені Таразда онсыз да Алатау ауданы бар. Енді оны Алатау алқабы бар. Оны ауыстырып, немесе Қаратау алқабын ауыстырып, қанша жұмыс көбейтіп, не ат табылмай қалды ма? Ат көп. Мен мысалы 15-ші микрорайонның Ұлы Дала деп аталатынын естігенде қуандым. Міне сол сияқты көп нәрселер бар ғой, сондықтан бұл атауы жөнінде кішкене ономастикалық комиссиялар өздері ойланса, дұрыстау шешім айтса. Өйткені осы есіңізде ме, көктемде былтыр ғана Шу ауданында, тағы бірнеше аудандарда мектептердің атына Шерхан Мұртазаның аты берілді, сол кездерде дейді, Тұрар Рысқұлов бір аудан, қателеспесем Шу ауданы екен, Тұрар Рысқұлов ауданында 2 мектеп бар екен дейді. Шу ауданында Тұрар Рысқұловтың атына 2 мектеп бар екен дейді. Дәл сондай нәрсе бізде де бар. Талас ауданында 2 мектеп бар. Шоқан Уәлиханов атында. Біреуі ауылда, біреуі аудан орталығында, Қаратау қаласында. Басқа бабаларымыз Шоқан болсын, Шоқан Уәлиханов болсын, Тұрар Рысқұлов болсын, ол кісілердің аты ешқашанда өшпек емес. Біз олардың өзі тарихта өздерінің өлмейтін мұраларымен өздерінің есімін алтын әріппен таңбалап кетті. Өшіре алмаймыз, өшпейді де. Және ары қарай да ол кісілерді біз оқып үйреніп, ізмен жүруге тырысып үлгі қыламыз.
Бірақ ат қоюға келгенде кішкене ойлансақ болады ғой. Қазақы не бір аттар бар ғой. Осы жөнінен біздің жаңағы Тараздағы екіге бөлінген аумақтық әкімшілік аудан, Құдай қаласа, бір ерекше аттарға еге болса, мен бұл туралы тіпті молынан өзім әлеуметтік желіде бір пост жаздым. 20 шақты мекен, 30 шақты мекен, 40 шақты ма аттарды жазып қойып, кез келген таңдап алуға болады деп, өз пікірімді білдірдім. Жақсы, рахмет. Үміт соңғы сұрақ, жалпы журналистер одағының мүшесісіз. Жалпы бүгінгі таңда жамбыл журналистикасына көңіліңіз толады ма? Бұл жерде жамбыл журналистикасына деп бөліп айтуға болмайды. Қазақ журналистикасына көңіліңіз тола ма деген сұрақ дұрыс шығар. Шын мәнінде қазақ журналистикасына көңілім толмайды. Әрине, бірақ менің қолымда емес, және менен ақыл шығарып жатқан ешкім жоқ. Көңілім толмайды, бірақ ауыз сөз. Ал біздің аймақтың, Жамбылдың журналистерінің, Шерағам айтқандай, жегендері шынымен де жантақ, арқалағандары шынымен де алтын. Немесе Ермахан Шайх айтады, жазғандары керім, журналистердің, қазіргі журналистердің, жегендері желім дейді. Шынымен де. Мен қазіргі біздің жамбылдық журналистерді, тіпті қазақ журналистерін бір мезгіл іштей аяп отырам. Әлеуметтік жағынан қорғалмаған, жалақылары ең төменгі сатыдағы қызметшілер, ал бүкіл жақсылықты, бәлкім жамандықты да дейміз бе, бүкіл жаңа ақпараттың бәрін жариялаушы, халықты ақпараттандырушы сол журналистер. Осы жағынан олардың еңбегін жандыру тұрғысында енді президентімізден бастап, үкіметімізден бастап қаулы қарарлар қабылдап жатыр, мүмкіндік жасауға тырысып жатыр. Алдағы уақытта жақсы болатын шығар. Жақында ғана шешім шықты, оқыдым. Құдай қаласа 2 ақпан күні ме, баспасөз күні деп жарияланды. Осындай атаулы күндердің өз белгіленуі журналистердің жағдайын жасауға жасалған бір қадам деп ойлаймын. Сондықтан тек қана сәттілік тілеймін, күш-қуат тілеймін журналистерге. Негізі Аманат партиясына сайландыңыз, иә? Жалпы аманаттықтар халықтың халық аманатқа қанша пайыз сенеді? Енді өзіңіз білесіз, оның алдында Нұр Отан партиясы болды. Мен Аманат партиясының Отан партиясы кезінен 97-98 жылдан бастап, біз мектепте кезімізден бастап, ең бірінші партия құрылғанда, егеменді Қазақстанда, Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі құрғанда, ең бірінші мүшесімін. Сол кездегі, содан бері сол партияма адалмын. Бірақ мен сында айта алдым. Мысалы, депутат болып жүріп, праймеризбен сайланған депутат болып жүргенде, бізде депутаттардың халық қалауларының рейтингісі дегенді, кешіріңіз, Нұр Отан партиясының аппараты, республикадағы аппараты жасап шығарды жобаны. Сөйтіп, күндіз-түні сол депутаттардың рейтингін шығарып отырады. Ол депутат күндіз сабылып, өз жұмысы, одан кейін айлық төленбейтін депутаттар ол көбінесе. Басқа жұмыстан атқарып келеді, халықты қабылдайды, мұң-мұқтажын тыңдайды. Сүрініп, жығылып келіп, күнде әлеуметтік желіге өзінің не істеп не қойғанын жазу керек болатын. Осы жөнінен мен ауданымдағы рейтинг бойынша нөмір 1 болып тұрдым. 2 жыл бойы, 2 жыл емес, ол жарты жылдан кейін пайда болды рейтинг деген. 1,5 жыл бойы мен нөмір 1 орынды берген жоқпын. Ақпараттандыру, сосын рейтинг депутат ретінде. Бірақ мен сол партиямды осы рейтинг жөнінен, рейтингтен туған реніш деген тақырыпта республикалық газеттерге, тіпті заң газетіне жарияланды. Быт-шытын шығарып партиямның осы рейтингі туралы жобасының қате жерлерін астын сыза-сыза көрсетіп, сынап жаздым. Сол сынды менің партиям көтере алды. Қазір мен қателеспесем, қазіргі биылғы сайланған депутаттарда бұл депутаттардың рейтингі деген мәселе проблема емес, жоқ болу керек деп ойлаймын. Мен ең болмаса осындай бір үлес қостым, арашалап алдым артық жұмыстан. Халық қалаулылары, халық өзінің қалаулыларының қайсы дұрыс, қайсы емес екендерін өздері іріктеп алады, білінеді өздері. Анандай математикамен, анандай компьютермен рейтинг шығармайық. Осыған қол жеткізін деп ойлаймын. Сосын аманат деп аталғанда қосылғыштардың орны өзгергенмен қосынды өзгермейді дейді. Мен де сенімсіз болдым. Бірақ әйтеуір Нұр Отан деген атты
ауыстыру керек болғаннан кейін аманат деген бір ұлттық нақыштағы біздің ұлттық менталитетімізді белгілейтін айшықты ат қойылғанда екінші жағынан риза болдым. Қарапайым халық та, тіпті мен де партияма, қазір айтайын, мен енді сәл 60-та 40 деп айтайыншы. Менің өзім 60% сенім арта алам. Халық бәлкім одан да көбірек сенім артуына тілектеспін. Әділетті Қазақстанды ең бірінші құра алатын болса, және әділеттілікті көрсете алатын болса, Аманат партиясы, сосын Қазыбек Исалар, Ақжол партиясы, партияның жетекшісі, кешіріңіз, бай болсын, ақжолдықтар бірінші болып қолға алып құрады деп ойлаймын. Мен соларға сенемін. Жақсы, рахмет, Үмітқұранқызы. Керемет сұхбат үшін алғыс айтам. Құрметті көрермен, осымен боямасыздың кезекті саны аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.